Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағы басталды. 6 бөлім Астана мәдениет пен өнер ордасы. Сабағымыздың тақырыбы Астана елімнің мақтанышы. Сабақтың мақсаты жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану, етістіктің шақтарының нақ осы шақ қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарында қолдану. Ал балалар, біз сіздермен өткен жолы Астана елімнің мақтанышы тақырыбындағы мәтінмен танысқан болатынбыз. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: бәйтерек кешені елорданың басты символы ма? Екінші сұрақ: Қазақстанның жаңа астанасын салу идеясын кім айтты? Үшінші сұрақ: Астана қай жерде орналасқан? Астанада қандай мәдени орындар бар? Балалар, әр сұраққа толық жауап береміз. Тілдік бағдар бойынша берілген етістіктің шақтары туралы мәліметпен танысамыз. Ол үшін біз алдымен сөз табы етістік туралы мәліметті есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не еді? Қандай сөз табы? Етістік заттың іс-әрекетін, іс-қимылдың білдіретін сөз табы. Не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Ал етістіктің шағы дегеніміз не? Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің бірнеше түрлері бар. Болымды, болымсыз етістіктер, сабақты, салт етістіктер, есімше, көсемше, етіс. Етістіктің шағы 3 шаққа бөлінеді. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, Аслан хат жазып отыр, яғни іс-әрекет тура қазір іске асып жатыр деген сөз. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмағанын, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, Аслан ертең Астана қаласына бармақ. Осы шақ мағынасына қарай нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ болып бөлінеді. Нақ осы шақ отыр, тұр, жатыр, жүр деген қалып етістіктерінің жіктелу арқылы жасалады. Және күрделі осы шақ етістікке ып, іп, а, и жұрнақтары жалғанып, қалып етістіктері тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, оқып отырмын, ойнап жүр, сөйлесіп тұрсыз, жазып тұр. Ендеше балалар, семантикалық картаны толтырайық. Біз сіздермен етістіктің шақтары туралы өттік. Ал қаншалықты түсінгендігімізді осы картаны толтыру арқылы білейік қанекей. Жазып отыр, келмекші, айтыппын, оқыған едік, келіп тұр, келіп кетпек. Ал қанекей, бастаймыз орындауды. Ал жазып отыр, осы шақ, себебі іс-әрекет қазір орындалып жатыр. Келмекші, іс-әрекет алдағы уақытта орындалады. Бұл келер шаққа жатады екен. Айтыппын, яғни іс-әрекет бұрын өтіп кетті, сондықтан өткен шақ. Оқыған едік, бұл да өткен шақ, себебі іс-әрекет бұрын орындалған. Келіп тұр, осы шақ, өйткені тұр деген қалып етістік арқылы жасалып тұр. Келіп кетпек, келер шақ болады, себебі әлі ол келген жоқ, яғни іс-әрекет іске әлі аспады, болашақта асады деген сөз. Етістіктің шақтары және бүгінгі өткен осы шақ туралы өткен танысқан мәліметтеріміз түсінікті болса балалар, 8-ші тапсырманы орындауға көшеміз.
қалып етістіктерін жақша ішіндегі сөзбен байланыстырып айт. Сөйлем құра. Отыр, тұр, жатыр, жүр деген қалып етістіктерін жақшаның ішіндегі сөзбен байланыстырып айтып, сөйлем құраймыз. Дескрипторы қалып етістіктерді жақша ішіндегі сөзбен байланыстырып айтады 2 балл, сөйлем құрайды 1 балл. Жарайсыздар балалар, тапсырманы жақсы орындап шықтыңыздар деген ойдамын. Келесі тапсырмамыз 9-шы тапсырма. Бұны дәптерімізге орындаймыз. Астана туралы диаграмманы толықтыр. Біз сіздермен 2 сағат бойы Астана туралы мәліметтермен таныстық. Енді мына диаграмманы тез-тез толықтырып жіберейік. Балалар, қанекей сіздердің жазғандарыңызбен салыстырып көрейік. Елорда, көрікті, Қазақстанның астанасы, қазіргі атауы Нұр-Сұлтан, жас қала, әдемі ғимараттар және сіздердің нұсқаларыңызда қабылданады. Астана елімнің мақтанышы тақырыбы бойынша табыс баспалдағы арқылы ойымызды қорытайық. Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім. Өз ойларыңызды әр баспалдақтың тұсына жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Астана мақтанышым деген тақырыпта эссе жазыңыз. 40-50 сөз.